бірінші наурыз кездесулерінің негізгі ерекшелігі тақырып өте өзекті болып отыр. Бұл биомедицина, инженерия және технологиялар. Біз осы тақырыпты алу барысында оқушылардың осы медицина саласы, соның ішіндегі инженерия менен технологияны қалай кіріктіре отырып, қандай да бір жаңа бір өнертапқыштық бағытта тың бір жобалар пайда бола ма деген үмітпенен осындай наурыз кездесулерін ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде біздің өзіміздің зияткерлік мектептермен қатар 22 мектептен бөлек ауылдық мектептерден, тірек мектептерінен келіп қатысып отыр. Бас аяғы 150-ден астам бала. Осы 3 күннің аралығында барынша біздің мынау әріптестік жұмыс жасап отырған Назарбаев университетінің биомедицина саласындағы ғалымдарыменен, профессорларменен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының президентінің іс басқармасындағы аурухананың практик ғалымдарменен, дәрігерлерменен кездесе отырып, көптеген құнды ақпараттар, дәрістер алады. Соңында осы жобаның қорытындысының нәтижесінде әділқазылар арнайы орындар тағайындап, бұл жерде жаңағы оқу орындарының гранттары бөліну жоспарланып отыр және марапаттар, сыйлықтар беріледі деген сондай жоспарымыз бар.